Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, көп затты қажет етпейтін рулеттің жасалу жолын ұсынамын. Оңай жасалады, жылдам дайындалады. Алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Дәмі тіл үйіретін, дастарханыңыздың сәнін ашатын рулетті сізді жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар ұн, жұмыртқа және қант. Жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын бір-бірінен ажыратып дайындап алдым. Ең алдымен таза құрғақ ыдысқа жұмыртқаның ақ уызын құямыз. Сонан соң миксердің ең жай жылдамдығынан бастаймыз. 2 есеге ұлғайғанша шайқайтын боламыз. Келесі кезекте қанттың жартысын аз-аздан сала отырып тағы да шайқаймыз. Қанттың қалған жарты бөлігін сары уызға қосатын боламыз. Жылдамдықты ақырындап көбейтіп отырамыз. Дайын болған ақ уыз ыдысымызды төңкергенде ағып кетпеуі керек. Менің каналымда басқа да рулеттің жасалу жолы бар, қарап көріңіздер. Осымен ақ уызымыз дайын. Бөлек ыдысқа жұмыртқаның сарысын саламыз. Ақ уыздан алып қалған қанттың барлығын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп қойыңыздар, алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Енді дайын тұрған ақ уыздан 3 ас қасық саламыз. Силиконды лопатканың көмегімен біркелкі болғанша араластырамыз. Сонан соң ұнның барлығын саламыз. Силиконды лопатканың көмегімен біркелкі болғанша ақырындап араластырамыз. Келесі кезекте қалған ақ уыздың барлығын саламыз. Видеодағыдай жоғарыдан төмен қарай біркелкі болғанша ақырындап араластырамыз. Силиконды лопаткамен немесе қасықпен араластырамыз. Миксерді пайдалануға болмайды. Дайын болған қамырды формаға пергамент қағазын төстеп саламыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Мінекей толықтай пісті. Майлыққа немесе сүлгіге аударамыз. Пергамент қағазын алып тастаймыз. Ыстық кезінде видеодағыдай қатты тығыздамай ораймыз. Мінекей орап дайындап алдым. Енді толықтай суытамыз. Толықтай суыды. Пергамент қағазын үстіне қоямыз. Пергамент қағазы рулетті орауға керек болады. Сонан соң салмасын саламыз. Барлық жеріне жететіндей етіп жағамыз. Салмасына кез келген джем немесе крем жақсаңыздар да болады. Мен малина тосабын салып жатырмын. Енді рулетті қатты бос қылмай тығыздап ораймыз. Сонан соң сыртынан пергамент қағазын ораймыз. Тоңазытқышқа 30 минутқа салып қоямыз. 30 минуттан кейін дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Мінекей достар, өте дәмді, көп затты қажет етпейтін рулетіміз дайын. Дайын болған рулеттің бетіне шоколад құйсаңыздар да болады, немесе қант ұнтағын себіңіз. Оңай жасалады, жылдам дайындалады. Алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Дастарханыңыздың сәнін ашатын, дәмі тіл үйіретін рулетті сізді жасап көріңіз. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.